Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, оқырмандар. Көктал ауылдық кітапханасының ұйымдастыруымен 2021 жылғы балалар әдебиетін оқу жылы аясында бір ел бір кітап акциясына енген балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың жекпе-жек повесі бойынша сандық шарасына назарларыңызға ұсынамыз. Жазушы шығармасының негізгі кейіпкері мектеп жасындағы оқушылар, жасөспірімдер болып келеді. Сол жас адамдардың мінез қалыптастыру процесін, азаматтық жетілу жолын көрсетуге арналған повестің бірі жекпе-жек. Мұнда жігерлі талабының, еңбексүйгіштігінің арқасында 16 жасында бокстан әлем чемпионы атанған Мұрат Батырбаевтың ұнамды бейнесі жасалған. Жасында нәзік болып өскенімен, ұдайы шынығу, жаттығу арқасында спорт биігіне шыққан Мұрат Батырбаевтың іс-әрекеті ғибратты. Автор мінсіз қаһарман жасаудың көздеген. Мұрат алға қойған мақсатына бірден жетпейді. Мұраттың мақсаттылығы, алған батылдылығына, дәйектілігіне сипаттайтын бірталай сын кезең бар. Повестің бас кейіпкері Мұрат, ауылдық мектептің 5-ші класс оқушысы. Өз қатарындағы балалар арасындағы өте нәзік, жиі ауырып қалатын. Сондықтан оны анасы көп балалармен ойнауға жібермейтін, дене шынықтыру спортпен айналысуға рұқсат бермейді. Оның үстіне бокс үйретуге құштарлық білдірген мұғалімі қабылдамай тастайды. Мұрат намыстанып, өз бетімен боксқа дайындала бастайды. Алдымен құрметті оқырмандар, сендерге біраз мәлімет беріп кеттік. Ал енді бүгінгі сыр сандығымыздың 2-ші турында сұрақ-жауап викторинасы деп айтсақ болады. Сол бірінші сұрақты сіздерге қояйын деп отырмын. Бір ел бір кітап акциясына енген балалар жазушысы жекпе-жек повесінің авторы кім? Ал, Бердібек Соқпақбаев. Бердібек Соқпақбаев дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Екінші сұрағымыз, шығарманың негізгі кейіпкері кімдер? Айта ғой. Мұрат. Мұрат бар екен тағы да. Тағы мұғалімдер. Иә, мұғалімдердің атын қайсы есімде қалды? Николай Трофимович, иә? Мінеки көрдіңдер ме? Сендердің ағайлардың аты кім? Сол сияқты Николай Трофимович деген ағай болған екен. Ал енді келесі сұрақты тыңдаймыз. Мұрат өзі қандай бала болды? Ал, айта ғой. Әлсіз, тез ауырып қалатын бала. Иә, өзі мектепте жүргенде сондай тез ауыратын, әлсіз, сондай не бала болған екен, иә? Дұрыс айтады. Мұраттың алға қойған мақсаты қандай? Бокс. Мұраттың алға қойған мақсаты бокс. Спортшы болу, иә? Қайтсе де спорт шыңына жету шығу. Дұрыс. Тағы да не қандай мақсат қойды алдына? Айта ғой. Әлсіз болмау. Әлсіз болмау, дұрыс. Тағы да Шымыр болып үлкен жетістіктерге жету мақсаты болды. Ал енді келесі сұрағымыз, неше жасында әлем чемпионы атанды? Әлем чемпионатында 16 жаста болды. 16 жасында әлем чемпионы атағына жетіпті, көрдіңдер ме? Мұратты чемпиондыққа жетелеген жаттықтырушысы кім? Николай Трофимович. Қызыл шекарашы мектебінің директоры кім және қандай адам еді? Айта ғой. Ол кісі мұғалім болған. Ол сол мектептің Мұғалімі болған. директоры болған екен, иә? Аты кім еді ол ағайдың? Тоқмолда деген кісі екен, иә? Өзі бірақ педагогикаға деген сияқты, спортқа деген сияқты ешқандай қатынасы жоқ, сондай бір адам болған екен. Сол кісі сол мектепті басқарып, директорлық қызметін атқарған екен. Бердібек Соқпақбаевтың тағы да қандай шығармаларын білесіңдер? Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларына менің атым Қожа. Дұрыс. Тағы да? Аяжан. Дұрыс. Тағы да? Менің атым Қожаны көріп бердіңдер? Иә. Бәрін білетіндер, Қожа деген, Қожа берген деген баланы, иә? Несін сынып оқитын бала еді сол? 5-ші сынып, иә, өздері сияқты. Тағы да қандай шығармаларын білесіңдер? Енді көбінесе сендер жастарындағы балалар сол білетіні Аяжан мен, иә, менің атым Қожа.
бірақ сонымен қатар қазір апайларың айтып кетеді, өздерің естіп, біліп жүргендер қандай шығармалар бар екен? Менің атым Қожа, Аяжан, балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмейді, Гаухар деген. Мінеке алдыларында қарап тұрсаңыздар, осы біздің кітапханадағы бар кітаптарымыз міне тұр. Өздеріне міне рас өздеріне таныс болып қалғанына менің атым Қожа, Аяжан, сонымен қатар міне өлгендер қайтып келмейді дейді. Міне балалық шаққа саяхат, Бердібек Соқпаевтың 3 томдығы міне жақсы кітап тұр алдыларыңызда. Сонымен қатар үлкен міне соңғы келген кітаптарымыздың бірі. Мынау міне Бердібек Соқпаевтың бүкіл шығармаларының жинағы деп айтсақ болады. Мінеки әдебиет әлемі деген сериясымен шыққан кітап. Мінеки осының ішінде біраз жаңа аталған шығармалардың бәрін табуға болады. Соның ішіндегі жекпе-жек, жаңағы 16 жасар чемпион деген Мұрат деген бала туралы жаңа естіген повестеріміз осы кітаптың ішінде бар. Бос уақыттарың болса келіп оқыңдар, танысыңдар, көріңдер, үйге алыңдар. Тыңдар ма? Бүгінгі мәлімет сендерге ұнады ма? Иә. Мұрат, назарларыңа рахмет.